Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Менің аты жөнім Османова Айгерім Қайратқызы. Мен Қостанай қаласы әкімдігінің номері 115 орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі. Сіздермен біргелікте бүгінгі біздің атқаратын тақырыбымыз қан майданда өзінің қаламымен көзге түскен аға лейтенант дара тұлға Бауыржан Момышұлына арналмақ. Ең әуелі сабағымыздың мақсатымен танысайық. Сіздер мәтінді үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжайсыздар. Келесі мақсат мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтайсыздар. Ендеше сабағымызды бастамас бұрын мынадай тренингпен бастайық. Қазір сіздер дәптерді екі бағанға бөліп, менің жағымды және жағымсыз қасиеттерім деп жазып, оны бүгінгі бір сабақта ғана емес, күнделікті жазу арқылы бір жағымсыз қасиетіңізді күнделікті күнде өшіріп отырасыздар. Содан соң сіздің бойыңызда тек қана жағымды қасиет қалады. Жасап көріңіз, өте тамаша тренинг. Ендеше тыңдалмалды тапсырмасына кезек берейік. Сіздерге мәтін бөлшектерге бөлініп, бөлімдерге бөлініп беріледі. Сол мәтінді тыңдау арқылы мәтінді толық болжау қажет болады. Қазір дәптеріңізді 3 бағанға бөліңіз. Бірінші бөлім, екінші бөлім және үшінші бөлім дейсіздер. Мәтінді дейін, кейін болжам арқылы болжайсыздар. Мәтінде дейін дегеніміз, мәтінді бірінші көресіздер, кейін болжамына мәтінді көріп болғаннан кейінгі болжамыңызды жазасыз. Ал ендеше іске сәт. Bizim maydanda ol, delgan kır yaşımızı koyuyoruz. Gün tündeme еңбек etip, жеңіс үшін тер төктік. Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік намыс алдында